Мен блогер емеспін, мен кәсіпкермін. Личный брендін дамытып жүрмін. Аллаға шүкір, личный брендтің артынан саудам көтеріліп жатыр. Мен әртүрлі бағытпен істеймін ғой, ниша дейміз ғой. Кез келген нишаға бұрай саласыз да. Нәрсе бассаңда бағыт жоқ, клиенттер сол жаққа ағылып бара береді. Машина сатамын, үй сатамын, магазин сатамын, киім сатамын, носки сатамын, постель сатамын. Кез келген затты Инстаграм парақшаммен сата беремін, сториспен. Ерекеде всегда айтады, личный бренд, личный бренд, личный. Ерекең бұл әңгімені бұдан 3 жыл алдын бастаған. Личный бренд деп. Дұрыс па Ереке? Міне 1 жыл болды, 1 жылда Аллаға шүкір 1 миллион оқырманға жеттім. И қаншама кісілерді оқырман жинап беріп жатыр. Бұл қазіргі кезде, қазір момент осы подписчик жинап, аудитория личный брендті көтере алмаса, сосын кеш болады деп ойлаймын.